2020-2021 оқу жылының соңғы қоңырауына да келіп жеттік. 25 мамыр барша мектеп оқушылары жазғы демалысқа шықса, 11 сынып тәлім алушылары алтын ұяларымен қоштасады. Осыған орай елеулі мерекелік шаралар қаламыздың барлық мектептерінде ұйымдастырылып, қала әкімі Еркебұлан Баяхметов Абай Құнанбайұлы атындағы нөмір 6 мектеп гимназиясында өткізілген салтанатты жиынға қатысты. Мерекелік шара барысында шаһар басшысы гимназияның білім саласындағы жетістіктерін тілге тиек етіп, биылғы оқу жылында ғылыми жарыстарға, спорттық шараларға, сондай халықаралық конференцияларға қатысқан бірқатар түлектерді ерекше атап өтті. Мұнымен бірге шаһар басшысы қаладағы білім ұяларының биылғы ұбт-дан жоғары көрсеткішке қол жеткізетіндігіне сенімді екенін жеткізіп, оқушылар мен ұстаздарды мектеп бітіруші түлектерді құттықтады. Сегодня по всей нашей республике проходит праздник последнего звонка. Бүгін республикамыз бойынша соңғы қоңырау мерекесі өтуде. Құрметті түлектер, әрқайсыңызды жаңа мүмкіндіктер әлемі күтуде. Сіздер мектеп қабырғасында алған білімдеріңді жүзеге асырып, өз қабілеттерің мен таланттарыңды көрсетулерің қажет. Сіздерге қорытынды аттестаттауды, ұбт-ны ойдағыдай тапсыруды тілеймін. Абай Құнанбаев атындағы нөмір 6 мектеп гимназиясынан 62 түлектің 10 үздік. Мұнымен қоса қаладағы алтын белгі белгісіне 27 үміткердің 10-ы дәл осы сіздердің мектептеріңізде. Бұл өте жақсы көрсеткіш деп білеміз, деді шаһар әкімі. 6 мамырдан басталған ұбт-ға 455 түлектің 336-сы тапсыруға ниет білдіруде. Ағымдағы оқу жылында жоғары оқу орындарының ақылы бөліміне түсушілерге арналған ұбт форматы 3 рет өткізілді. Ал мемлекеттік білім грантына арналған ұбт форматы 2 кезеңде 15 сәуір мен 30 маусым аралығында өтуде. 2020-2021 оқу жылының қорытындысы бойынша алтын белгіге 27, үздік аттестатқа 18 түлек үміткер. Оқу жылының аяқталуы барша мектеп тәлім алушылар үшін айрықша сәт. Мектеп басшысы, ардагер ұстаздар, ата-аналар қимастық сезіміндегі мектеп бітіруші түлектер шара барысында құттықтау сөз сөйлеп, ізгі лебіздерін де білдіріп жатты. Я хочу пожелать вам, чтобы вы легко и удачно проходили все испытания и экзамены вашей жизни. И вот совсем скоро вас ждут государственные экзамены при итоговой аттестации и единое национальное тестирование. Я желаю вам легко пройти эти экзамены и набрать максимальное количество баллов. Арнайы шара барысында үздік түлектер мектеп ауласында орналасқан ұлы ақын Абай Құнанбайұлына арналған ескерткішке гүл шоқтарымен тағзым етті. Жиын қоңырау соғу рәсімімен және мектеп түлектерінің вальсімен аяқталды. Наши встречи в разлуке, увы, суждены. Школьные